Джон Кеха. Нақыл сөздері. Жетістіктің артынан жаңа жетістік келеді. Көбінесе адамға іс-әрекетін бағыттауға көмектесетін бұл түйсік. Түйсік құнарлы топырақ сияқты, оған тасталған әрбір дәнекті қабылдайтын. Есіңізде болсын, сана бұл бағбан, ал сіздің міндетіңіз сол ішкі бағыңызға не ендіру керектігін түсіну және таңдау. Су өзі құйылған шынының, стаканның немесе өзен арнасының пішініне енеді. Дәл осылай сіздің күнделікті ойларыңызға қандай бейнелерді енгізсеңіз, түйсік соны қабылдайды. Іріктеу жасамастан біз ішкі бағымызға жақсы да, жаман да әртүрлі тұқымдардың енуіне жол береміз. Ал олар біздің өмірімізде болып жатқан барлық нәрселердің себепшісі болып табылады. Мидың күшін пайдалануды түсінген кез келген адам оның қуатты процесс екенін түсінеді. Сана шындықты жасайды, ал сіз өз санаңызды жасайсыз. Сіздің жетістігіңіз көпке көмектеседі, ал сіздің сәтсіздігіңіз ешкімге көмектеспейді. Сіздің ойларыңыз сіз ойлағаннан да әлде қайда күшті. Ол ойша бейне сіздің өміріңізге әсер ете алатын нақты күш. Ішкі сана бұл сіздің өміріңіздің барлық аспектілеріне әсер ететін керемет күш. Бұл сіздің болмысыңыздың негізгі ең маңызды бөлігі және сіздің жетістіктеріңіз бен сәтсіздіктеріңіз соған байланысты. Барлығы өзара ықпалға негізделген. Біз қайда жүрсек те және не істесек те біздің ойларымыз айналадағы шындықты жасайды. Барлығы потенциалды мүмкіндік ретінде бар. Сізге тек қажетті энергияны зарядпен қамтамасыз ету керек. Сонда сіздің мақсатыңыз шындыққа айналады. Таңдау ең күшті қару және ол негізгі рөлдердің бірін атқарады. Ойлау объектісін таңдау және сол арқылы процесті басқару қабілеті шығармашылықтың ерікті әрекеті болып табылады. Басқаларға жасаған мейірімділік өзіңізге жасаған сыйыңыз. Сіздің әрбір ойыңыз аспанда үлкен отты әріптермен жазылған, және ол бәріне көрінеді деп ойлаңыз, және дәл солай болады. Бір ғана ой үлкен күшке ие болмайды, бірақ оны сан рет қайталау арқылы оны жинақтап, бағыттап, күшін арттыруға болады. Қайталау саны неғұрлым көп болса, соғұрлым ойды жеткізудің күші мен қабілеті артады. Егер біз жаңа перспективалар алғымыз келсе, біз өзімізге терең сұрақтар қойып, жауабын ешқандай пікірсіз тыңдауымыз керек. Бұл өзгерістер жасауға сансыз мүмкіндіктер ашады. Өз ойларыңызда осының бәрі болып жатқандай өмір сүріңіз. Өмір бұл біз мүлде басқа жоспарлар жасаумен айналысқан кезде болатын барлық нәрсе. Бәрі жақсы болу керек деген сендіруді бәрі жақсы өтті дегенмен ауыстырыңыз. Қоршаған ортаны жасайтын ми. Сіз қандай мәлімдеме жасасаңыз да, сіздің санаңыз оны растайтын жеткілікті дәлелдер табады. Сіздің өміріңіздің сапасы сіздің ойларыңыздың сапасына байланысты. Сіздің бүгінгі күніңіздің тамыры өткенмен байланысты. Қазіргі уақытта сіздің өміріңізде болып жатқан жағдайлар
Ол кездейсоқ оқиға емес, сіздің санаңыздың бұрынғы жұмысының нәтижесі. Сіз тек жауапқа ғана емес, ең жақсы жауапқа лайықсыз деген позитивті ойлар мен сендірулер сіздің түйсігіңіздің оң әрекетке жетелейді.